Бәріңізге ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге қазақша арнасы. Бүгінгі видеода мен Қазақ хандығының соңғы ханы, Шыңғыс ханның 27-ші ұрпағы және Абылай ханның немересі Кенесары хан туралы айтатын боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Кенесары Қасымұлы қазақ халқының бостандығы үшін 1837-1847 жылдардағы ұлт азаттық қозғалыстарының көсемі болды. Кенесары хан билік құрған кездер қазақ тарихындағы қиын кездердің бірі болды. Оған себеп солтүстікте Ресей империясының түркі тектес халықтарды құлдыққа түсіріп отарлай бастауы. Ресей империясының мақсаты хандық билікті жойып, қазақ хандығын империяға қосу болды. Кенесарының саяси көзқарасының қалыптасуы Ресей империясында Петр I билігі кезеңінен басталады. Осы кезеңдерде қазақ даласына орыс шаруалары ағылып келіп қоныстана бастады. Кенесары ханның атасы Абылай ханнан кейін орнына билікке келген Уәли хан патша әкімшілігінің Көкшетау алқабында қала құрылысын бастауына келісім береді. Уәли хан қайтыс болғаннан кейін хан сайланған баласы Ғұбайдолланы Ресей үкіметі бекітпей тастады және орта жүзде хандық билік жойылды. Ресей үкіметіне қарсылық көрсеткен Ғұбайдолланы тұтқындап Сібірге жер аударып жібереді. Осыған байланысты Кенесары хан Ресей мен Абылай хан арасында жасалған жазбаша келісім шарттың бұзылғанына наразылық білдіреді. Оның Алла қостаса қазақтардың басын біріктіреміз де қайтадан Абылай хан тұсындағыдай дәрежеге жетеміз деген пікірі әкесі Қасым сұлтанның бауырларының көптеген қазақ батырларының тарапынан қолдау табады. Кенесары Абылай хан тұсындағы қазақ хандығының аумақтық тұтастығын қалпына келтіруді және Ресей құрамына кірмеген аумақтардың тәуелсіздігін сақтауды көздеді. Отаршылдыққа қарсы соғысты бастамас бұрын Кенесары бірнеше рет дипломатиялық қадамдар жасап, Николай I патшаға Орынбор генерал-губернаторлары Перовскийге, Обручевке, Сібір генерал-губернаторы Горчаковке хат жолдады. Ақылды саясатшы және әскери қолбасшы ретінде Кенесары жаудың мықты қарулы күші бар екенін жақсы түсіне білді. Сол себепті соғысқа мұқият даярланды. Кенесарының қол астында 20 мыңға жуық сарбаз жиналды. Әскери қимылдар 1838 жылы Ақмола, Ақтау қамалдарына шабуыл жасаудан басталды. Көтерілісшілер қамалдарды өртеп жіберді. Кенесары соғыс ауқымын Торғай арқылы кіші жүз жеріне қарай кеңейтті. 1841 жылы қыркүйекте Кенесары 300-дің өкілдері жиынында қазақ халқының ханы болып сайланады. Осы жылы Кенесарының әскері Қоқан хандығының иелігіндегі Созақ, Жаңақорған, Ақмешіт қамалдарын алды. 1843 жылы Ресей үкіметі Кенесарыға қарсы кең көлемде әскери жорық ұйымдастырады. Кенесарының әскері Ресей әскерімен Ресей жағында күресуші қазақ сұлтандарын бірнеше рет ойсырата жеңді. Бірақ та әскери қуаты әлдеқайда басым жау Кенесары сарбаздарын Жетісуға шегінуге мәжбүр етті. Азаттық үшін шайқаста Кенесары хан қырғыз манаптарының өзіне бағынуын талап етті. Бірақ та патша әкімдерімен құпия байланыста болған манаптар оған мойынсұнбады. Кенесары бағынудан бас тартқан қырғыздарға шабуыл жасайды. Өз жақтастарын ішінде опасыздық салдарынан Кенесары мен інісі дұшпандарының қолына түседі. Кенесары ұсталып және тұтқында 3 айдай болған. Содан оны өлтіру туралы шешім қабылданады. Сол кезде Ормон манап Кенесарының басын шауып алады және оны мөрмен жазылған хатпен Батыс Сібірдің генерал-губернаторы Горчаковке сыйлайды. Ал достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Тағы да осындай тарихи деректер туралы видеолар көптеп түсірілсін десеңіз, арнаға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған қазақша арнасы.